Бойымыздағы күту, ожидание қайдан пайда болады? Бұл сіздің менің болашағым бар деген ойыңыздан пайда болады. Яғни сіздің менің болашағым бар деген ойыңыз сізге барлық нәрсе сізге аян сияқты, белгілі сияқты иллюзияны туындатады. Жай ғана терең тыныс алып, қазіргі сәтке оралатын болсаңыз, өзіңіз түсінесіз. Сіз тіпті 1 секундтан кейін не ойлайтыныңызды өзіңіз де білмейсіз. 1 секундтан кейін денеңіздің қалай қозғалатынын өзіңіз де білмейсіз. 1 секундтан кейін басыңызға қандай сұрақ келетіні сізге де белгісіз. Қайдағы болашақ? Болашақ тек қана адамның ойында өмір сүреді. Бір бума ойларыңыз болашақ деп аталынады, бір бума ойларыңыз өткен шақ деп аталынады. Ал өмір көзіңіздің алдында, мұрныңыздың ұшында болып жатыр. Әрбір сәт ол жаңа. Сіз ондай сәтті ешқашан көрген емессіз, және ол сәт ешқашан қайталанбайды. Әрбір істеген ісіңізге мән беріп, сезініп, қазіргі сәттің қадірін біле алмайтын болсаңыз, ешқашан өмірдің қадірін түсіне алмайсыз. Сіздің бақытыңыз, жүрегіңіздің тыныштығы тек қана қазіргі сәтіңізде, қалғаны құр қиял.